Қыздар, біз бүгін сіздермен осындай түрік тәттісі пахлава дайындаймыз. Өте дәмді, әрі өте жұмсақ боп шығады. Алдымен жұмыртқаның сарысын құрғақ таза ыдысымызға салып, миксермен жақсылап бір келкі масса болғанша араластырып аламыз. Бұдан соң оған қаймағымызды салып, тағы да миксермен араластырамыз. Енді оған бөлме температурасындағы сары майымызды салып, оны да миксермен араластырып аламыз. Ұнымызды елекке салып, үстінен қопсытқышымызды қосып, електен бөліп өткізе отырып, миксермен араластырып, қамыр илейміз. Міне бізде осындай өте нәзік, жұмсақ қамыр шықты. Енді оны тындырып қоя тұрып салмасын дайындаймыз. Ол үшін блендерде грек жаңғағын және де тағы да басқа жаңғақтарды үгіп аламыз. Сіздер оқтаумен үксеңіздер де болады. Енді оны қоя тұрып, жұмыртқаның ағын құрғақ таза ыдыста миксермен жақсылап аппақ көбік болғанша араластырамыз. Айта кететін жайт, ыдысымыз міндетті түрде құрғақ болу керек. Одан соң оған шым-шым тұз және де қантымызды бөліп сала отырып, миксермен араластырамыз. Міне бізде осындай үлкен көлемде аппақ көбікті масса шықты. Енді осыған алдыңғы блендерде үгіткен жаңғағымызды салып, оны да жақсылап араластырып аламыз. Міне біздің салмамыз дайын. Бұны енді қоя тұрып, қамырымызға қайта ораламыз. Қамырымызды бір үлкен, екі кішірек бөлікке бөліп аламыз. Содан соң бір кішірек бөліктің біреуін осылайынан жайып, міне осындай етіп жайып, пісіріп аламыз. 180 градуста 7-8 минутта пісіреміз. Ол дайын болғанша үлкен бөлігін қамырымыздың жайып, дайындап қоямыз. Яғни формамызбен бірдей етіп жаямыз. Міне біздің қамырымыздың үлкен бөлігін жайдық. Енді арас үстіне салмамызды құйып, бір келкетіп жағып, оның үстінен манағы піскен қамырымызды, яғни коржымызды салып, оның үстінен тағы да салмамызды салып, бір келкі етіп тегістеп, үстінен екінші қалған кіші қамырымызды жайып, осылай шеттерін жауып шығамыз. Одан соң оны осылай пышақпен бөлеміз, яғни ромбик тәрізді етіп, одан соң оның бетіне бір жұмыртқаның сарысын осындай кисточкамен жағып, оның үстінен грек жаңғағын қойып шығамыз. Енді 180 градуста 30 минуттай пісіреміз. Міне біздің пахлавамыз пісті. Енді бетіне бал жағып әсемдейміз. Жасалуы өте оңай, қарапайым заттардан жасалады. Жасап көріңіздер, ас болсын. Каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар.